Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен краб таяқшалары бар салат рецептісімен бөлісетін боламын. Краб таяқшаларын кішкене текшелерге кесіп турап аламыз. Арғарай қиярымызды бірдей текшелерге бөліп кесіп турап аламыз. Ас көгімізді жұқа жібек қылып тураймыз. Сосын барып ыдысымызға жүгеріні саламыз. Кішкене жүгеріні салатымызды әсемдеуге алып қаламыз. Енді жұмыртқамызды ұсақтап турап ыдысымызға саламыз. Салатымыздың үстіне майонез саламыз. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Өте тез дайындалады және аз құрам кетеді. Менің каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Баршаңызға рахмет.